Сәлем достар, Гүлдер құпиясы телехикаясында Ebru'дың рөлін сомдаған актриса Эже Услудың балалық шағы қандай? Оны жұлдыз еткен қай сериал? Неліктен жеке өмірі туралы айтқанды ұнатпайды? Бүгінгі видеодан осы сұрақтарға жауап табатын боласыз. Олай болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Каналға жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қоюды да ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше. Эже Услу 1974 жылы 9 қыркүйекте Измирде дүниеге келген. Анасының есімі Назан Услу, ол 13 жаста болғанда ата-анасы ажырасып кеткен. Эже анасымен қалып барынша аналық мейірімге қанығып өседі. Менің балалық шағым керемет өтті. Бәлкім, ата-анамның ажырасуы менің өміріме белгілі бір жетілу әкелді. Жасөспірім кезінде әкемді сағынғандай болдым. Қатты қайғырдым, бірақ психология, тұлғалық өсу туралы кітаптарды көп оқыдым және уақыт өте келе мынаны түсіндім. Біз шынымен де жалғызбыз. Адамның өзінен басқа ешкімі жоқ екенін білдім, дейді талантты актриса. Актриса бала күнінен өнерге бір табан жақын болды. 1976 жылы Келебек газеті ұйымдастырған балалар сұлулық байқауында екінші орынды жеңіп алды. 1988 жылы 14 жасында анасымен бірге Стамбулға көшеді. Мектеп кезінен бастап ол сән үлгісін көрсетіп бастайды және Башак Курсой манкендік ажансы модель мектебінде 5 жыл жарнамалық роликтерге түседі. Білімі, Шақиқат Текан студия ойыншылары компаниясында 2 жыл жұмыс істеген. Сондай-ақ ол Ферхан Шенсой нөбетші театросуда 1 жыл бойы актерлік шеберлігін шыңдаған. Алғаш рет 1989 жылы Құлдалау телехикаясына түсті. Бұл оның актерлік мансабындағы алғашқы қадамы. Ал оны жұлдыз еткен Қара періште телехикаясындағы Шуле Сайлан рөлі. Осы рөлін керемет сомдау арқылы асқан танымалдылыққа ие болды. Актрисаның мінезіне келетін болсақ, бір беткей, өзіне сыншыл, еңбекқор, шыдамды, тәртіпті, жауапкершілігі мол, өтірік пен әділетсіздікті жек көреді. Эже Услудың өмірге деген көзқарасы да ерекше. Ол өз ішіндегі баланы жоғалтпауға көп көңіл бөледі. Тәніміз қартаюда, бірақ біздің жанымыз бен байлығымыз әрқашан жас әрі жігерлі болып қалуы өз қолымызда. Менің өмірімде сәттілік те, сәтсіздік те болды. Мен жетілдім, бірақ екінші жағынан мен сол адаммын. Кейде өз қателіктерімді қайталап, өзімді терең шыңырауға тастап жібере саламын. Ал атақты болу менің еркіндігіме кедергі келтірмейді. Мен жолда ыңғайлы жүріп, қалағанымды істеймін. Маған адамдардың маған деген көзқарасы ұнайды. Мен өзімді бақытты сезінген жерде болуды және қалаған нәрсені істеуді ұнатамын, дейді. Іскерлік өмірге деген көзқарасына келсек, Эже кәсіби мансабын 15 жасында бастады және оны шағын қадамдармен жетілдіре берді. Қатты шаршап, күш қуаты болмай сарқылған кездері де болды. Менің жұмысымда ешқандай шектеулер жоқ. Кәсіби өмірімде мен әрқашан өз жұмысымда хабардар болуды жөн көрдім. Менің жеке өмірім маған ғана тиесілі. Менің өмірімді бүге-шүгесіне дейін ешкім білуі керек деп ойламаймын. Кейде жолда келе жатсам, рұқсатсыз фотоға түсіріп, тіпті видеоға да түсіріп алатыны сөзсіз. Бұл мені алаңдатпайды, өйткені мен де адаммын және жайлы өмір сүргім келеді, дейді ол. Актрисаның бойының ұзындығы 1,72 см, зодиак белгісі бикеш, көзінің түсі жасыл. Достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Алдан Ариннің рөлін сомдаған актриса Өзлем Көнкер туралы видео шығаратын боламын. Сондықтан қор жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Актриса Ebru'дың рөлін шынайы сомдай алды ма? Актрисаның тағы қандай рөлдерін білесіз? Комментке жаза кетіңіз. Сіздермен болған Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше ел аман, жұртымыз тыныш болғай.